Енді бүгіннен бастап ойлана бастаймын мен таза қазақша сөйлеуге. Тек қана осындай нелерге емес енді. Саған мотивация болды ғой? Мотивация болды. Такс. Ой, опять. Ой. Өмір периодында, өмір. Бұл қазақша такси бағдарламасы. 18 жасқа толғандар көріп, ата-анасына да көрсетуді ұсынамыз. Жолаушыға 100 мыңға сертификат беріледі. Әңгіме барысында әр өзге тілдегі немесе паразит сөздер үшін сертификаттан -5 мың. Қатысушыны шатастыру мақсатында жүргізуші еркін сөйлей алады. Ару қала Астанамыздың кешінде бұл қазақша такси. Болды онда кеттік. Ё-моё. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдің бауырым. Есімің кім? Шындос. Шындос. Атың керемет екен. Шындос бауырым. Ал енді қазір екеуміздің әңгімеміз өрбу үшін бірінші мына жерден бір қағазды таңдап, тақырып таңдап алайық. Сосын сол бойынша әңгіме салатын боламыз. Оқып таңдай ба, қарамай таңдай? Қарамай таңдайсыз. Қарамай таңдаймын. Кез келген біреу. Осыны таңдай. Ал енді мен жаймен жолға шығып алайын. Қазір сен тақырыпты ойбай, ремень тағып алыңыз. Ремень, қауіпсіздік белгі. Дұрыс. Осылай миыңды іске қосып отыру керексің. Маған рассрочканы жабу керек. Сол себепті енді мүмкін болғанша қазақша сөйлеймін ғой. Рассрочкамды дей ма? Ал ендеше міне жолға шықтық. Бастаймыз ба? Дайынсың ба? Дайынмын. Ал кеттік, let's go. Басталды. Ендеше біздің сөйлесетін тақырыбымызды оқып жіберсек. Так, сөйлесетін тақырып. Так. 95 мың, не? Уже, 95 мың. Сөйлесетін тақырыбымыз сенің өміріңе әсер еткен адам туралы айтшы дейді. Керемет тақырып. Енді Шындос сені толығырақ білу үшін, сенімен әңгіме жарасу үшін осылай тақырып беріп отырып қой. Керемет тақырып болған сияқты, жалпы сенің өміріңді өзгерткен адам туралы айтып кетші. Мына жерде жоба, бұл түсірілім, ертең ол кісі де көруі мүмкін, ол кісі білмеуі де мүмкін сені өзгерткенін. Ал кеттік, ал кім өзгертті сені? Қандай жақсы жаққа қарай? Өзгертті деп айту енді біраз не болатын шығар? Не болады? Ойланып айтқаннан кейін бір түрлі екен, еркін сөйлесе алмайды. Өзгерткен емес, андай жол салған десе де болады. Жол көрсеткен, жол көрсеткен, ақылын бер, подсказка беріп отырған адам ғой. Бәрекелді. Тағы бір қалдық, подсказка. Үйретіп отырған адам ғой енді. Ол әрине өзімнің әкем. Әкем бала кезден берген тәрбиесі, сол еңбекке баулығаны, білімі, жалпы кез келген әкенің ұлына беретін тәрбиесі, сол деп білемін енді. Адам болсын деп, адал болсын деп, енді болашақта халықтың адамы болсын деп. Андай мақалдар бар емес пе? Адамның баласы болма, атаңның баласы болма, адамның баласы бол деп. Солай тәрбиелейтіні, сол кісіні айта аламын. Енді ол әрбір адамның өзінің әкесі өзіне идеал кумир болады ғой. Дәл солай. Әкемдей болсам екен деп, әкемді ұятқа қалдырмасам екен, ата-анамды жерге қаратпасам екен деп, әрбір адам өзі еңбек етеді, қоғамда өзін дұрыс ұстауға тырысады, солай ғой. Әрине. Енді жалпы ол кісілерден бөлек кім әсер етті сіздің жақсы болуыңызға? Такс. Опять. Ой! Такс. Опять деген екі сөзіңіз үшін кесіп ал. Кім бар? Мысалға, Шындосты жақсы жолға итермелеген, направление берген деген сияқты. Мұғалім болу мүмкін, ол сенің мүмкін спорттағы тренер болу мүмкін деген сияқты ғой. Немесе досың болу мүмкін, бір қателесейін деп тұрған жерден сен, қума досым, не істеп жатсың деп, бір досың тура жолға салып жүрген болу мүмкін. Сондай бір ешкім еске түсіп тұрған жоқ па? Болмаса мен әр өмір периодында,
Енді мен андай ғой, Шығыс Қазақстан, Өскемен ғой. Өскемен. Өскемен болғаннан кейін орыстармен көрісіп тұрамыз да. И ол сөздер обязательно обязательно міндетті түрде ғой. міндетті түрде ол араласып кетеді арасына. Андай бір сөз айтып жіберейін, бір әзіл ғой енді. Бұл енді саналмай ақ қойсын, ортасында өйткені орысша сөздер бар. Андай сөздер бар да, бір екі дос айтады екен. Что-то біз досым соңғы кезде көп орысша сөйлеп кеттік. Давай ертеңнен бастап қазақша сөйлейік дейді ғой. Давай чисто қазақша сөйлейміз бе? Чисто қазақша сөйлейміз. Все, давай келістік дейді ғой. Сол сияқты. Дәл сол сияқты болып келе жатсың, иә. Сол сияқты болып келе жатыр, сол үшін этот. Мен этот минусқа келген сияқтымын ғой. Минус математикада бар ғой. Жоқ, минустың қазақшасы алу. Ой. Үндемей отырған болмайды. Немесе кему алу, немесе кему. Кеміп кететін еді деген сияқты айтуға болады еді. Иә. Негізі өзің орысша оқығансың ба? Жоқ, мен қазақша оқыған. Қазақша оқыған? Жоғарғы оқу орнында қазақша оқыған. Анан қара. Енді? Бірақ қасымда достарым көбінесе орысша сөйлейді. Сол себептен арасына қосып жіберетінім бар. Орта әсер етіп тұр, сонда? Орта адамға дегенмен орта әсер етеді ғой. Қанша дегенмен қазақша сөйлеу біраз ойланып сөйлейді. Үлкен шаруа екен ғой деші. Жақсы. Енді Шындос, әрі қарай әңгімемізді жалғастырайық, өте қызық болды. Кімге ұқсап бақтың, кім сені өзгертті деген тақырыпты аяқтамай қалған сияқтымыз, иә? Соны тез айтып жіберейін. Мектеп кезінде бізде Серікбек ағай деген қазақ тілінен берген кісі бар. Міне, осындай әңгімеге. Ол кісі қандай сабақтан берді? Қазақ тілі әдебиетінен. Қазақ тілі әдебиетінен берді, иә. Ол кісі андай адам болатын, бәлкім мен көре жатар. Содан ұялып отырсың ба қазір? Жоқ. Шүкір, мектепте жақсы оқыдым. Мектепте ол кісінің сабағынан тек 5 болатын. Қазір 5 алмай өтсің. Қазір қиын болып жатыр енді. Кішкене не істеп жатырмын? Не істеуші еді ғой енді? Сенің ақтай алмай жатырмын деген сияқты. Дұрыс. Ол кісі андай адам еді, костюм шалбар киген, мына жеріне қалам сабын салып алып, тік жүретін, жақсы сөйлейтін, андай оқыпты адамды. Сол кісіге қарап мен андай сол кісі сияқты оқыпты болу керек деп примерно. Сол кісінің жинақылығын, оқыптылығын өзіме алдым десем болады. Шашын тарап жүреді, тиянақты мысалы. Қандай деген кетті? Примерно деп қойды ма? Байқадың ба? Примерно деген. Мен сіз байқамай қоймадым, үндемей қоймадым. Мен байқамағанмен мына жерде бізде ар жақтан көріп отырған адамдар бар. Солар мен құлағыма айтып отырады, міне анау кетіп қалды деп ше. Мен байқамай қалуым мүмкін, бірақ олар байқайды. Сосын осы Астанаға келген кезде мені жұмысқа алған адам, енді Астанаға енді келген кезде мен сату бөліміне менеджер болып барғам. Сол жерде бір жап-жас қыз өзінің кәсібін ашыпты, үй сатады екен. Құпия болмаса қандай қызметте жасайсыз? Дәл қазір мен құрылыс саласында инженермін. Инженерсіз. Сенсата деген құрылыс компаниясы. Тамаша, өте тамаша. Сол кезде сату саласына келгенде ана қыздың қайтпас андай мінезі, жауапкершілігі, адамдарға деген андай орысша қоспасаң болмайды деп тұр, бірақ енді баламасын мен айта берейін. Жанашырлығымен өзінің жұмысын деген ұқыптылығы, таза істейтіні сол мені таң қалдырған. Есімі кім ол қыздың? Әсем. Әсем деген қыз, иә? Әсем деген ол кісі біздің бастық. Өз 21 жасында келіп, компаниясын, компания болып қалады. Жақсы, иә. Сол компаниясын ашқан, сол кісіге қарап еңбекке деген қызығушылық болды да. Енді сол 21 жастағы қыз келіп, Астанадан пәтер алып, еңбектеніп жатса, жігіттің қолына неге келмеске депті да. Саған мотивация болды ғой? Мотивация болды. 10 болды. Сонымен жақсы. Сонымен сол кісінің сол еңбекке деген құштарлығы мені қайрады ғой сені. Енді қыздың қолынан келіп тұрса, неге менің қолымнан келмеске деп. Дәл сондай, менде де сондай оқиға болған. Мен осыған осы бір 30 жасыма дейін көлік жүргізбегем. Көлік жүргізе алмағам. Бірақ менің төлқұжатым болды, көлік жүргізетін. Сөйтіп, білмеймін, не жоқ, ынта жоқ, желание жоқ, короче. Сөйтемде, бала шағам көбейіп бастады. Біреуін садикқа апару керек, біреуін мектепке апару керек.
сонымен бүйтіп есептеп қарасам көп шығындалып жатыр екен. Содан тұрдым да сол шығынға одан көлік алайын, үйренейін дедім. Неге әйел адамдар айдап баратыр ғой, көлікті жүргізіп баратыр. Мен неге жүргізе алмаймын деп, сондай бір намыстан көлік алдым да, сөйтіп отырып, өзім үйрендім, басында соқтым әйтеуір. Қазір енді жақсы жүргізіп мен әңгіме айтып отырып жүргізіп жатырмын, міне қара. Ешқайда қарамай жүргізе аламын десең. Көзім жауып жүргіземін десеңші. Тамаша. Ал енді сізбен бір әдемі тақырыпты әдемі қорытындыладық деп ойлаймын. Келесі тақырыптарды таңдайық, тағы да бір. Келесі бір оңайлы тақырып болса екен. Құрылысшылармен де әңгіме айтқан қызық екен негізі. Тамаша. Бос уақытыңды қалай өткізесің? Ал енді өткізгенде ұнатасың дейді. Иә, құрылысшылардың уақыты өте қауырт болады. Олар өте оңай шаруа емес қой негізі. Елдің үміті, үлкен жаңағы біреудің шаңырағын салу, ол жерге үлкен махаббат керек. Енді біздің басымызда есеп болады әрқашан. Компьютер деген қазақша жоқ шығар, иә? Бар ма екен? Компьютердің алдында отырамыз күні бойы. Айта беріңіз. Сол себептен бос уақытында спортпен, қолмен ойнайтын спортты не деп айтып ше? Волейбол? Волейбол, дәл солай. Жоқ, ол енді волейболдың баламасы жоқ қой. Иә, қол добы деп аударады ма екен? Оны қалай аударады екен? Сол волейболды аяқ доп демейді шығар. Волейболды ойнаған жақсы көреміз. Балалармен кездесіп. Ол тек бос уақыт па сонда? Бос уақытта ма әлде тұрақты түрде шұғылданып тұрасыз ба? Тұрақты түрде аптасына бір рет, каждый четвергте ойнап тұрамыз ғой. Каждый четверг. Екі сөз кетті. Мен бір әйеліме сыйлық апаратын ақша қалды. Сіз көп қинай бермеңіз. Жоқ, соңында да бір мүмкіндік бар, асықпа, уайымдама, напряженка болмасын. Жақсы, жақсы. Сонымен спортпен шұғылдануға тырысамын дейсің. Бос уақыт болып қалып жатырса, көбірек спортпен айналысуға тырысасыз, иә? Әрине, ол өйткені бізге қимыл әрекет керек. Өйткені баспен шаршағаннан денемен шаршау қатар жүру керек. Себебі адамда депрессия, апатия дегендер содан болады ғой. Депрессия дегеннің қазақшасы бар негізі. Білесіз ба, қазақшасы қандай? Қазақшасын айтсам кешіресіз, е? Қазақшасын айтсам кешіремін. Бірақ қазақта депрессия жоқ қой. Қазақта бірақ депрессия несие ғой ол. Несие болмаса депрессия. Тамаша, риза болып отырмын ше. Кешірдім. Рахмет. Кешірдім. Ал жақсы, кеттік ал, әрі қарай. Қол бос уақытта спортпен шұғылданасың. Тағы да қандай қызығушылықтарың бар, хоббиларың? Хобби. Енді дос балалармен кездесіп, әзілдесіп, шер тарқатқанға не жетсін? Дос балалармен қайда кездескенде, мысалға? Монша ма, ол әлде... Моншаға әрине, жалпы қыс кезінде Моншаға жиі барып тұрамыз. Жазда, ыстықта... Суға түсу, иә? Ой, ол деген шіркін-ай! Жазда пикник жаңағыда, иә? Походқа шығу, иә? Әрине, кәуап жасап... Міне сен сақтанып келерсің енді. Бүгін ғана сол әріптестермен неге бардық? Чатта ма? Чатта әңгіме болды ма? Демалып келе жатырмыз, иә. Барып келе жатсам, қалай болды? Ой, рахат болды. Шашлыктың мариновкасын кім жасайды сіздерде? Оны біз жасаған жоқпыз, оны завскладта жасады. Завсклад деп айтып қойдым мен. Жұмыстың термині ғой ол. Завсклад. Завскладтың қазақшасы? Складтың бастығы деп айтатын шығар. Склад емес. Не деп айтамыз? Завсклад. Завсклад. Қойманың басшысы. Тамаша. Қойма басшысы? Қойма басшысы. Завскладтың қазақшасы қойма басшысы. Соны сөйдеп айтсаң мысалға жұмыста, ол біртүрлі қарай ма екен? Қойма басшысы десең. Ыңғайсыз ғой оған. Ол кім дейтін шығар? Жоқ, ыңғайсыз иә. Мысалға мен мектепте орыс қазақ мектебінде оқыдым, иә, бұрын. Біздер дәптердің сыртына жазған кезде сынып деп жазамыз, мысалға. Бірақ сөздіктің арасында бәрі класс деп сөйлейді. Мұғалім де, бәріміз де класс. 9-шы класс, 10-шы класс, қайдасындар, бірдеңе класс деп. Класс жиналайық, класс тыныш отырайық деп айтады да. Бәрі солай. Ал қазіргі балалар сол класс деген сөзді айтпайды. Білмейді оны. Даже мен балаларым мысалға, неше оқисың сен десем, 9-шы сынып оқимын мысалға, 9 оқымайды енді. 6-шы сынып оқимын дейді. Сынып деп сөйлейді кәдімгі. Мектеп солай балаларды не істеп келе жатыр ғой. Енді сіздің де қазір қолыңызда билік тұрған кезде неге соған атсалыспайсыз? Қойма басшысы деп сіз басында күлкілі болар, ыңғайсыз болар, артынан
сізден кейін келген адамдардың бәрі қойма басшысы деп кетсе, сізде бір тілге қызмет етіп кетесіз ғой. Дұрыс айтасыз. Бұны не істеу керек екен? Қолға алу керек, Қолға алу керек. Тамаша. Өзімнің қалташымдағы дәптерге жазып отырайын. Әркімнің өзінің қолынан келгенше қызмет қылу ғой. Әркім өзінің басынан бастау керек. Көшеге плакат алып қазақша сөйлейік деп айқайлағаннан емес. Әркім мысалға қолынан келгенше үлес қосса, ол да бір ұлтқа, тілге қызмет болып есептеледі. Солай емес пе шынында? Солай. Тамаша. Ал енді әңгімеміз қорытындылайық осымен, әрбір тұрақты жұмыста жасайтын жігіттердің шынымен де уақыты көп емес. Таңертеңнен кеш батқанша олар осылай күйбең тіршіліктің ортасында жүреді. Кешке қарай сол демалыс күндері ғана соны бір пландап, сол жаңағы доп ойнайтын болса допқа, болмаса моншаға, походқа солай шығып жатады. Ал енді тағы бір тақырып таңдайық. Ал кеттік. Жақындап қалған секілдіміз әлі. Қазіргі жастар мен бұрынғы буынның өмірге көзқарасындағы айырмашылықтар. Ал не айтамыз енді осы туралы? Өзің қазір енді жас бала емессің, мысалға, үлкен жігіт шағың ғой енді. Қазіргі балалар телефонмен бірге, смартфонмен бірге туған балалардың заманы келіп жатыр. Дәл солай. Бұрынғы сен мен менің асық ойнап, доп теуіп, жаңағы Құлмаш ойнап деген сияқты болған жоқ. Қуыспақ деген сияқты сондай ойындар азайып баратқан сияқты. Қалай ойлайсың өзің? Толықтай келісем, кейде қазіргі балаларға қарап қарным ашады. Әсіресе жас мектепте оқитын балаларға. Неге десеңіз, өзіңіз айтқандай ұялы телефонмен өскен балалар, телміріп өскен балалар, әрине ол пайдалы, егер пайдалы жағына қолданса, енді олар бейберекет, беспредел пайдаланады. Инстаграмдағы бар ақпаратпен өмір сүреді, ойнамайды, физически не жоқ. Ой, 14 болды. Темаға кірсем деп. Темаға? Талқылап әңгімелесем деп кетіп жатыр. 15 болды. Енді менің айтайын дегенім, ойың өте керемет. Ойыңды айта бер, күшті келатсың негізі. Бір-екі кедергі болмаса қалады. Оларға енді әр отбасына сол балалардың өсуі ата-ана кінәлі ғой. Кінәлі деп емес, ата-ана себепші ғой. Егер ол кісілер жұмысқа толығымен кіріп балаға көңіл бөлгенде бәлкім олай болмас еді. Міне. Бірақ енді көрдіңіз ба? Заманнан көре бермеу керек дейсіз ғой, Мысалы, заманына сай балдарда телефон болу керек. Жұрттың балдары ұстап жүр, менің де ұстасын. Жұрттың балдары қарап жатыр ғой, менікі де қарасын деген сияқты. Олар жұмыс жасайын дейді да, балаға телефонды бере салады да, өздері отыра береді. Көрдіңіз ба? Мәміле жоғалып кетті, общение. Жаңағы ата-ана мен баланың арасындағы общение жоқ. Содан болып жатыр деп ойлайсыз ғой, Шындос, тағы бір тақырып таңдайық. Әңгімеміз жақсы кетіп жатыр, мен сені бір көше айналып кетіп барып, аспай апарып тастасам ба деп қоямын жаңа. Рахмет. Тақырыбымыз. Асық семейсің ғой? Жоқ, нормально. Дағы біз паразитсіз ғой енді, ё-моё дейтін, ё-моё. Олсыз болмайды ғой. Солсыз болу керек еді. Ал енді тіл ұлттың жаны. Ана тілін сақтау жолында не істеуіміз керек? Әрине. Бана айтып кеткен сияқтымыз, бұл тақырып. Бұл жерде мен қосып кеткім келеді. Бәлкім қателесу мүмкін, бірақ Ресейде 20 ғасырда шамамен халық француз тіліне еліктей бастапты. Французша сөйлесуге не істеген ғой? Бейімделе бастаған ғой. Сол кезде халық зиялылары бұл проблеманы, мәселені шешудің жолын бірден бір жолы ана тәрбиесінде деп, және де мектеп кезінен деп, балаларды тек қана сол орыс тілінде оқытатын аналарды тәрбиелепті. Сол аналардың арқасында орыс тілін сақтап қалған екен. Тамаша. Бұл да бір жақсы бізге пример ғой. Пример. Мүмкін болғанша қазақша сөйлеуге тырысамын да, соңында миым жібере сал. Солай өзі. Анау адам қатты қысылған кезде сол айтпайын деген нәрсені айтасың ғой, сондай болып тұр ғой, миыңда екі переводчик жүгіріп жүр ма? Тоқта деп. Тамаша. А пунктінен Б пунктіне дейін неше рет қателестің?
Мен білетін болсам бір 16-17 ғой деймін. Ал редакторлар айтып жіберсеңіздер? 18 рет 18 рет. 18 рет қателесіп тұрсың. Тағы да бір қуанышты хабар бар менде. Мынау жаңылтпаштар. Жаңылтпашты білесің ғой? Иә. Мектепте оқыдық қой бәріміз. Иә. Сол бір 4 түрлі жаңылтпаш, соның бірін таңдап ал. Иә, кез келгенін таңдап аласың. Осының қазір 3 рет қайталауға мүмкіндігің бар, дауыстап. Немесе ішіңнен өзің қалай ыңғайлы дауыстап болса, бізге жақсы, қандай екенін біз де тыңдап отырамыз. 3 рет қайталайсың. Сосын 4-шісінде мен қағазды алып қоямын сізден. Өзіңіз жатқа мүдірмей тезірек, жылдамырақ айту керексіз. Ал дайындалайық. Бал араларға бара алар ма екенбіз, балаларға бал ала алар ма екенбіз. Әдемі жаңылтпаш, бала кезде естімеген жаңылтпаш екен, е? Бал араларға баралар ма екенбіз, балаларға бал алалар ма екенбіз. Бал араларға баралар ма екенбіз, балаларға бал аралар ма екенбіз. Баралар дейсің ба? Еді, не ғой, былай ғой? Бал араларға баралар ма екенбіз, бараламыз ба деген сияқты. Бал араларға баралар ма екенбіз. Балаларға, енді үйдегі балаларға бал алып кете алар ма екенбіз деген сияқты. Ала алар ма екенбіз. Кеттік ал. Дайын болсаң, оп-оңай негізі. Негізі оңай. Бұның алдында да біраз адамға түсті, осы оңай айтып шығып жүрді. Сен бағың сынақ қылышын тас. Енді көрейік. Шын дос, кеттік ал. Бал араларға балалар ма екенбіз. Басына бастайық, е? Ал та, бір мүмкіндік. Сіз әңгімелесіп шансыз жүрдіңіз. Кет. Бір қайталап жібересіз ба? Мен есіме сақтап қойын. Бал араларға баралар ма екенбіз, балаларға бал ала алар ма екенбіз. Бал араларға баралар ма екенбіз, балаларға бал аралар ма екенбіз. Аралар екенбіз. Ал енді өкінішке орай айта алмай қалдың, шын дос. Болған сияқты бөліміміз. Жақсы, енді бүгіннен бастап ойлана бастаймын мен таза қазақша сөйлеуге. Тек қана осындай нелерге емес, енді болашақта да өзіңіз айтып отырсыз ғой. Рахмет сізге. Жақсы. Көп нәрсе үйрендім. Иә, шын дос. Саған да көп рахмет. Өте қызықты жоба, өте қызықты бөлім болды сенімен. Рахмет. Мен де қуаныштымын. Сізбен кездескенге де. Жақсы. Мына микрофон тастап кетсең, иә, осыны алып қалайын. Бізге керек келесі қонақтарымен сөйлесуге. Жақсы бауырым, жолың болсын, аманшылық болсын. Рахмет. Ал шын доспен өте жақсы, керемет, қызықты, шынайы, андай не болған жоқ та, кейбір адамдар отырып алып өзін қатты қалыпқа салып тастайды, осыны экранның алдына камераны көрген кезде өзін бүйтіп үлкен бір бағдарламада немесе сахнада отқан сияқты жасандылыққа салып жатты. Ал шындос шынайылығымен, әңгімесінің еркіндігімен, ойының еркіндігімен маған ұнады. Сіздерге де ұнады деп ойлаймын. Шындостың қай әңгімелері сіздерге ұнады, соны төменге жаза кетіңіздер. Біз әрі қарай түнгі таксовкамызды жалғастырамыз, ребятушки.